Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нағима. Видеоны көрместен бұрын тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздермен осындай қытырлақ, дәмді, жұп-жұмсақ самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызды пиаламен өлшеп құямын. Пиаламен өлшесеңіз де болады. Мен 4 суала самса, яғни 63 самса шығарамын. 4 суала самсаға 4 пиала су құямын. Келесі тұз саламын. Және де елкесерден өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап қамырымызды илейтін боламыз. Орташа көлемде болу керек. Осылай суала қылып қоямын. 10 минуттан кейін осылай қамырымызды жайып, арасына өз қалауыңызша маргарин, болмаса жаңағы ішмай дейді, сондайлар қоссаңыз болады. Мен ішмай қостым. Осылай қамырымызды ораймыз. Бірінші қамыр оралып болды. Қазір екінші қамырды жайып, оның үстіне бірінші қамырды қойып ораймын. Екінші қамырды дәл осылай арасына май жағып, бірінші қамырды үстіне қойып ораймыз. Осылай орап болған соң, және де тағы да ортасына қарай жақсылап орап, пакетке салып, целлофанға, морозилькаға тастаймын. Ал ендеше поливкасын жасаймыз. Бірінші картошка, ет, яғни фарш болса да болады, пияз. Пиязды жақсылап тұзға езіп аламыз. Оның үстіне картошкамызды салып, етімізді салып, және де дәміне қарай тұз, бұрыш, өз қалауыңызша қосасыз. Сірә қоссаңыз да болады. Міне мен морозилктен қамырымды шығарып, осылай бөліктерге бөліп, жақсылап әдемілеп жайып, осындай гүл етіп барлығын түйіп шықтым. Өз қалауыңыз қалай түйсеңіз де, сонда да қамырыңыз өте әдемі, жұмсақ, қытырлақ болып шығады. Міне самсамыз дайын. Сізге ұнаса, сізде жасап көріңіз, лайк басыңыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі жаңа шыққан видеоларды бірінші көру үшін. Келесі кездескенше.